Ауылдағы өмір. 6 жасар Бегім жазғы демалысын ауылдағы ата әжесінің үйінде өткізді. Қалаға келген соң кешкі ас үстінде әкесі қызынан: "Алтыным, ауыл қалай екен? Ауылда не көрдің?" деді. "Ауыл деген жақсы екен. Әжем құрт ірімшік берді, атам атқа мінгізді, түйе көрдім, шудалары бар екен. Сосын бар ғой, әке, тауық, үйрек, қаз көрдім. Мен оларға жем шашып су бердім" деді үлкендер сияқты кербезденіп. "Ақылдым сол, жарайсың. Тағы не істедің?" "Әжем сиыр сауды, мен бұзауларды бақтым. Атаммен бірге қырға бардым. Оны егістік даласы дейді екен. Ол жерде үлкен комбайн бар. Арпа, бидай, тары, жүгері, күріш өседі екен. Өз қолыммен сабағын ұстап көрдім ғой" деп ауыл қызықтарын тамсана отырып, тілі таңдайына тимей айтты. Анасы: "Көрдің бе? Менің қызым қандай жақсы қыз. Ата әжесіне көмектескен екен" деді әкесі. "Көмектескенде қандай? Бір күні қой ешкіні бақтым, оларға шөп салдым. Атам маған: ауыл деген қазақтың құты мен берекесі, ауылда тұрған адамның аузы аққа жариды" деді. "Келесі жылғы демалыста ауылға тағы барам" деді Бегім тақылдап. "Атаң дұрыс айтқан екен. Үлкендердің сөзін тыңдаған бала жаман болмайды күнім" деп әкесі қызының маңдайынан сүйді. "Анашым, жаз тезірек келсе екен" деп Бегім бөлме үшін айнала жүгірді. Елдос Тоқтарбай.